Құрметті әріптестер, студент жастар. Сіздерді мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен шын жүректен құттықтаймын. 1995 жылы бүкіл халықтық референдумда Конституцияның қабылдануы барлық қазақстандықтар үшін ерекше оқиға болды. Конституция халықтың бірлігін, қоғамдық және рухани келісімін нығайтып, егемендік пен саяси тұрақтылықтың кепіліне айналды. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға зор денсаулық, мол бақыт, амандық, Қазақстан Республикасын өркендету жолында толағай табыстар мен жетістіктер тілеймін. 1993 жылы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш Конституциясы негізгі заңы қабылданды да 1995 жылы 30 тамызда еліміздегі өзгерістерге сәйкес Конституциямызға толықтырулар мен өзгерістер енгізілген болатын. Конституциямызда жазылғандай, Қазақстан біртұтас президенттік басқару жүйесіне негізделген мемлекет. Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекет негізінің іргетасы. Конституция бүгін мемлекетімізді мекендеп отырған халықтардың бейбіт әрі тыныш өмір сүруінің кепілі болып отыр. Ата заң аясында Алтын дала Қазақстан әлем елдері алдында экономикалық реформалар жүргізу және де демократиялық қоғам қалыптастыруда. Әртүрлі ұлт өкілдерінің бейбіт өмір сүруі және әлеуметтік мәселелердің оң шешім табуы жөнінен үлгі болып отыр. Еліме арналатын тілегі үшін, ей ұлым, отанымның түлегісін, іргесін туған елдің тіреп тұрған қадірін ата заңның білемісің. Ешкімде мін таға алмас елдігіме, дауласып жармас байды белдігіме. Бойында ата заңның өрлеп тұр, даламның кендігі де тендігі де. Бағынған өз заңына жұмырғалам, сондықтан күннен жерім суанбаған. Қоғамның сан саласын реттейтін әрбір заң ата заңнан туындаған. Бастайтын болашаққа бақ кемені, осы жол халықтың да нақ сенері. Халқыма адалмын деп ата заңға елбасы қолын қойып ант береді. Өмірден әділдік деп бақ табатын, құқығым қорғалды деп шаттанатын. Өзіндей жас өркендер келеді өсіп, бұл біздің ата заң деп мақтанатын. Өркендеп өз қолына алған ісі, биікке қазағының самға құсы, халық бұл қадір тұтып қастерленген, ата заң азат елдің арнамысы. Мен бұл өмірде айлақ күшті, ел үшін кім тыңдар қайраңысты, елінің дамуы мен дағдарысы олдағы ата заңға байланысты. Нұр шашқан жас ұрпақтың ұғымына, тікелей өсер еткен ғұмырына, айналды ата заңы мызғымайтын тәуелсіз мемлекеттің тұғырына. Әр бабы, әр тармағы жойылмайды, шектеуде және тегін қойылмайды. Келісімшарт жасасқан барлық шетел қазақтың ата заңын мойындайды. Köyüldür tuğumda, akıldır жүрмен жолында, жұлдызым жаным соңында, айымdır туğumda, бұлғынды жүрек бұлғынды, тұлпарлар түрге ұмтылды, аңсадың қалған аңсадың арманға толы достықтан туған ерлігі, бұзады біздің ендігі, тереземізде теңдігі, керегемізде кеңдігі. Бұлғынды жүрек бұлғынды, тұлпарлар түрге ұмтылды, аңсадың қалқан аңсадың арманға толы егемен болдық еңселі, көтердік биік еңселі.
Otur bugün Bolaşağım yergeme Bulkundu özüne bulkundu Tolparlar törge oturdu Ansadım kalkın ansadım ayı Armamga tolu bulkundu Bulkundu özüne bulkundu Tolparlar törge oturdu Ansadım kalkın ansadım ayı Armamga tolu bulkundu Ansadım kalkın ansadım ayı Armamga tolu bulkundu Armamga tolu